Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Photoshop үйрену бойынша 8-ші сабаққа келдік. Бүгін Photoshop программасы арқылы осындай баннер жасаймыз. Осындай мағыналы, кішкене бір минимализм стилдегі баннер жасаймыз. Ал кеттік, бисмилля деп новыйдан создавать етеміз. 1080-1080 пиксель создать. И осы фонын қаралау оламыз. Қап-қара емес, қаралау оламыз. Solid color дейміз. И осы жерде жас емес, көктің таңдаймыз. И темный таңдаймыз осы жерде. И окей дейміз. Осын жасадық. Енді мынау жерді салу керек. Жерді қалай жасаймыз. Осы жерде эллипс таңдаймыз да, былай тартамыз. Мына жерде все, заливканы басамыз да, кішкене қаралау қыламыз. Окей дейміз. Қатты қара болып кетті. Заливкамызды сәл. Қазір сәл бүйтеміз онда. Фонымыз қатты темный болып кеткен сияқты. Солай істейміз. Эллипс тауып, Ctrl-T деп бассақ та болады, немесе Move тоолды алып көтеріп қойсақ болады. Мынау қызыл болып тұр, ана жер, сол қызылды өшіреміз. Обводкасын өшті. Мінекей. Енді мынау айды қою керек. Тағы да эллипс таңдаймыз. Эллипс таңдап, осылай домалақ қып жасаймыз. Ctrl-T-ны басамыз и былай қойып қоямыз по центру. И птичканы басамыз. Заливкасын түсі қандай сәл жарықтау, ай сияқты. Осы мынау обводкасын өшіреміз. Заливкасын окей деп басамыз. Өзі де түсі басқа болып тұр. Былай окей дейміз. Енді айымыз жердің бетіне шығып кетті. Олай болмайды ғой. Яғни бай, мінекей. Енді келді, енді жаңаға осёлымызды қоямыз, ешегімізді қойып қоямыз. Мынау есекті алып неге қоямыз. Мен сіздерге сілтемесін осы видеоның төменнің астына белгілеп қоям бұйырса, сол жерден алып скачать етіп алып, өйстіп үйреніңіздер. Осын аламыз, Ctrl-T дейміз да, қысқартамыз. Мінекей. Енді осы жерге текст жазу керек. Осы текст жазу керек. Бұл жерде мен көшіріп алам. Осы жерге текст жазамыз. Ctrl-ды алып, Ctrl-Shift-ті басып тұрамыз да, үш қоямыз. Ctrl-Shift-ті басып тұрып, Move-ды аламыз да, үстіп қысқартамыз. Енді мына жерде сыртын бет обводкасын жасау керек. Ол үшін мына жерде төртбұрыш таңдаймыз, rectangle деген. И осылай қоямыз.
Мінекей көрдіңіздер ма? Ровно болды. Енді осы обводкасын аламыз, аққа қоямыз. Ақ түске. Окей дейміз. Көрдіңіздер, аппақ болып тұр. Ал енді дәл мынандай бөлек-бөлек точка сияқты қылып жасау керек. Ол үшін мына жерде бар ректангleге басамыз. И мына жерде өзі сол таңдаймыз. Точка болып тұр. Қалыңдығын 3-ке қойып қойсақ. Мақұл 5-ке қойық. Мінекей біздің минимализм стильдегі баннеріміз дайын болды. Сіздерге үй жұмыс осыны жасайсыздар. Стористеріңізді саласыздар, мені белгілейсіздер. Мен инстаграмымда осы видеоны төменге салып қоям. Сол жерге тіркеліңіздер. Осы YouTube каналыма да тіркеліңіздер. И осыны белгілеп сторияға салып қоясыздар. Жарайды, сәттілік. Осымен біздің 8 сабақ бітті. Жарайсыздар.